Бұл бізде зұлым Хайото. Бұл өте зұлым адам. Бұны бүкіл ауыл біледі. Ол бүгін өзінің мылтығын алып далаға шығады. Өйткені ол бүкіл ауылды қорқытып, мылтықпен атып қорқытатын. Ол далаға шыққан кезде үйлерді аралап, олардың ішіндегі адамдардың бәрін ататын. Бірақ ол бүгін ұйқыдан тұрған кезде, үйлердің ішіне кірген кезде, үйлердің ішінде ешбір адам жоқ болады. Ол өз-өзіне таң қалып бүкіл үйлерді тексеріп шығады. Бірақ ешбір үйде адам жоқ болады. Өйткені зұлым Хайотодан бәрі қорқып қашып кеткен екен. Хайотоның кішкене болсын көңіл күйі түсіп кетіп, қаңжара бастайды. Содан кейін ол бұл ауылдан кету керек екенін біліп, сондай шешеді. Ол мылтығын тастап, өзінің машинасына қарай жол тартады. Ол гаражына барып, өзінің машинасын алып, бұл ауылдан кетеді. Және оның бір бармаған бір ауылы қалады. Ол ауылының аты Бимасаки Стрип. Ол сол ауылға баруды шешеді, және ол ауылға қарай жол тарта бастайды. Ол жолда келе жатқанда оның машинасы жүрмей қалады. Ол машинасына түсіп жынданып, машинасын жөндеп көруді шешеді. Бірақ машинасы жөнделмейді. Сондықтан ол ары қарай жаяу баруды шешеді. Ол кері жаяу кетеді. Оның жолында бір үлкен бір нәрсені көреді. Ол сол жаққа қарай жол тартады. Және ол сол жақта жайлап қара бастайды. Және оның қасындағы өте үлкен заброшканы көреді. Заброшканың ар жағына бір сары затты көріп қалады. Сол затқа қарай бара басқан кезде Бимасаки Стрипке келеді. Ол осы ауылға келіп, өзінің зұлымдық істерін тағы ұйымдастыра бастайды. Ол үй сатып алады, және ол үйге кіріп, жайлап мылтығын алып, далаға шыға бастайды. Бірақ оның үйі өте онша емес болатын. Оның бір кезде ол үйлерді аралап жүрген кезде оған бір кісі келеді. Ол кісі осы ауылдың өте жақсы адамы. Ол кісі келіп, ассалаумағалейкум, қалайсыз деп бастайды. Уалейкумассалам, не керек деп зұлым Хайото өзінің дөрекі сөздерімен айта бастайды. Сіз бұл жаққа келген жаңа тұрғынсыз ба деп өзінің жақсы сөздерімен бастайды. Жақсы адам өзінің үйіне шай ішуге апарады. Зұлым Хайото оның артынан еріп, жайлап шай ішуге барады. Оның үйі өте жақсы еді. Екі үйі бар. Біреуі сарайы, сарайының ішінде ол өте көп заттар жатты. Және оның екінші үйі екі қатарлы үйі болды. Зұлым Хайото оған сыйластық танытпады, өйткені зұлым Хайото қанша дегенмен зұлым адам болған. Оның үйін жайлап тексере бастайды. Оның үйі Хайотоға ұнап қалады. Және оны осы үйді алғысы келеді. Алғысы келгеннен кейін, бұл менің үйім болады енді деп оған айта бастайды. Жоқ, мен сізге бере алмаймын деген сөзбен оған жақсы адам. Зұлым Хайото жынданып, оның үйін сұрай бастайды. Ал жақсы адам болса, мен сізге бере алмаймын деп айта бастайды. Сондықтан зұлым Хайото жынданғанынан бүкіл жерлерді атуды шешеді. Ал жақсы адам болса, ол жерден қашып кетеді, өйткені ол мылтықтан қатты қорқатын еді. Ха-ха-ха-ха, бәрін атам қазір. Ха-ха-ха, бұл ауылды да құртам деп зұлым Хайото. Бір кезде көңілденіп келе жатқан зұлым Хайото оның үйіне бір офицер Мәди келеді. Офицер Мәди келіп, мәшесін жайлап қойып, мәшесінен түседі. Және ол зұлым Хайотоға амандасады. Және оған екі бір-біріне амандасып, үйлерін тінтуді шешеді. Офицер Мәди зұлым Хайотоның үйін тінте бастайды. Зұлым Хайотоның үйі өте шашылып жатады. Офицер Мәди барлық бұрыштардың бәрін тексереді. Және оны машинасына отырғызып, өзінің жұмысына қарай алып кетеді.
екеуі машинадан түсіп жайлап полицияның жұмыс орнына қарай бара бастайды. Жайлап оны полицияның жұмыс орнына апарады. Зұлым Хаятоны олар өлім жазасына кесуді шешкендей болады. Зұлым Хаято оны біліп, оны осы жерге отырғызады.